Ұлттық құндылықтардың жаңа тынысы Қаратма орта мектебі Закинаян. Менің ғылыми жобам туралы мақсаты. Біздің басты мақсатымыз ұлттық кодты жоғалтпай, оны әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті өнімге айналдыру. Міндеті дәстүр мен инновацияны қосып, жаһандық аудиторияға түсінікті әрі қызықты болатын бірегей қазақстандық бренді қалыптастыру. Жалпы ұлттық құндылықтар дегеніміз не? Бұл халықтың ғасырлар бойы жинаған рухани қазынасы. Жалпылап айтсақ, біздің қазақ халқымыздың қазынасына тілімізді, әдебиетімізді жатқызсақ болады. Ал қазіргі проблемалық сұрақ осы заманауи кезеңде қалай біз осы ұлттық құндылықтарымызды сақтап, оны әрі қарай дамыта аламыз? Дәстүр мен жаңашылдықтың тоғысуы. Бұл өткен асыл мұраны сақтай отырып, оны заманауи талаптарға сай жаңғырту процесі. Суретте байқап отырғаныңыздай, біздің қазақтың ою-олары жаңа заманауи күртешеде өзіне жаңа қолданыс тауып отыр. Мысалы, міне этнодизайн, музыкада, сәулет өнерінде де тағы бір жарқын мысал бұл хан шатыр. Дәстүр бізге тамырымызды сақтауға көмектессе, жаңашылдық бізді әрі қарай дамуға жол ашады. Бірінші бағыт – цифрлық кеңістіктегі құндылықтар, яғни ұлттық мұраның цифрлануы. Бұл дегеніміз цифрлық кеңістікте, яғни әлеуметтік желілерде, технологияларда біздің ұлттық құндылықтарымызды қолдану, оны әрі қарай танымалдылығын арттыру болып табылады. Цифрлық кеңістікте құндылықтар дегеніміз бұл адамның интернет пен технологияларды пайдалану кезіндегі іс-әрекетінің қарым-қатынасын және этикасын айқындайтын нормалар мен принциптер жиынтығы. Екінші бағыт – қазіргі өнердегі кодтар. Ұлттық код – бұл ұлтты өзгелерден ерекшелейтін мәдени генетикалық негізі. Яғни, мысалы, біздің қазақ тіліміз. Қазақ тілі бұл қазақ халқының ұлттық коды. Яғни, қазақ тілі тек қана қазақ ұлтына ғана тиесілі. Қазіргі өнердегі ұлттық код бұл жай ғана ою-өрнек емес. Бұл халықтың тарихын, философиясын және дүниетанымын заманауи технологиялар мен жаңа формалары арқылы қайта жаңғыруы. Ұлттық кодтың заманауи өнерде қолданылуы деп айтсақ болады. Үшінші бағыт – тіл мен ұлттың жаны. Тіл ұлттың жаны. Тіл дамыту дегеніміз, бұл тек оны сөйлеу құралы ретінде ғана емес, оны бір сәнге айналдыру. Ол үшін біз оны күнделікті өмірде, іс-қағаздарда, ғылым мен техникадағы қазақша баламаларды қолдану арқылы, оны мәдениет пен креативті индустрияда, яғни жаңа заманауи түрде қолдану, оны қазақ жастарының арасындағы бір сәнді трендке айналдыруымыз қажет. Осы құндылықтарды жаңғыртудағы жастардың рөлі қандай? Жастар бұл құндылықтарды мұражайдан күнделікті өмірге алып шығушы күш. Яғни осы біз жаңғыртуды жастар арқылы іске асырамыз десек те болады. Сонымен біздің іс-әрекеттеріміз қандай болу керек? Негізгі шаралар бұл цифрлық форматқа өту, яғни әлеуметтік желілердегі ұлттық құндылықтарды әрі қарай насихаттау. QR мұражайлар, көшелердегі немесе мектептегі жәдігерлерге QR-код орнатып, аудиогид немесе видео ақпарат ұсыну, заманауи өнер мен сән, неоэтно көрмесі, арт-вайб қолдану. Яғни біздің баяғыдан келе жатқан мысал ертегілерді мультфильмдерде көрсету деп айтсақ болады. Интеллектуалды ойындар. Қазақтың ойындарын оны жаңа форматқа, жаңа үлкенірек форматқа шығару болып табылады. Креативті күштер. Этно-диджей-пати. Тіл мит-ап. Яғни біздің баяғыдан келе жатқан аспаптарымызға оны қазіргі замандағы электрондық музыкалық аспаптармен ұштастыра отырып, жаңа музыканың жаңа бағытын ойлап табу десек те болады. Яғни бұл ескіні жаңаша сөйлету. Назарларыңызға рахмет.